Ассаламу алейкум достар, мен Нұреке КРМП. Достар, көріп тұрғандарыңыздай мен Black Rust деп қайта ойнап бастадым. Әрине мен қайтып келдім дегендей болыпты. Достар, сырттан көріп тұрғандарыңыздай менің аккаунтым банға кетті. Неге, не үшін, не себеп десеңіздер, өзінде білмеймін. Мен казинода тұрған едім, өзімен өзі аккаунтым банға кетті. Видео бастамастан бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер болғанына сіздердің маған үлкен көмектеріңіз болады. Так, мына жерде Gavi Hunt деген сұрап жүр қанша шаңыстым деп. Так, достар, мен дәл осы араб дүниясындағы Bloody ютуберіміздің семьясында болдым. Әрине соның семьясына кіріп алдым. Болды. Егер біреулер сұрауы мүмкін, саған зам берді ма, анау-мынау дегендей. Жоқ, маған зам берген жоқ. Ранг та берген жоқ деп келеді. Өзім керек емес дедім. Маған өстіп керек жоқ деп. Жақын арада уже замға не басталады екен, набор басталады екен. Сол кезде өтіп, өзім зам болуға өз күшіммен тырысып көрем деген ой туындап отыр. Бұл видеоны мен 3-4 күн бұрын түсіріп қойған едім. Түсіріп, мен қайтып келдім дегенде видео түсірем ма деп ойладым. Қазір менің қолымда 991 мың теңге тұр. Рубльда. Бұған ақшамен мен скин сатып алам деп ойладым бірінші. Сосын казикка бардым. Бір адам ғой, ұтасын смело ғой, тұқсып берем ғой деді. 1 миллион көтердім, 1,5 миллиондай. 2 миллион ақша жинадым, короче. 2 миллион жинадым. Сосын 1 миллион біртіктім, қазалдым, мына жағын барлығын сілтеп тастадым. Соңында 60 мың рубль қалып еді, оны да сілтеп тастадым. 200 мыңға көтердім де қайтадан түсіріп тастадым. Мінекей біз регулировкадағы домда тұрамыз. Яғни достар, аккаунт не үшін маған кетті десеңіздер, теманы мен ауысып кеттім вообще-то. Казиноға мен таңертең сағат 8-дерде ма 9-10-ға жақын, короче. Казинода ставка тігіп отырдым, группе болды яғни. Чай сұрадым, чай пежі демесең, адамдар үйреніпті уже. Чай десең, нәңгі жоқ қалатын дей сияқты. Көбінесе сұрап отырдым. Қол бердім, анау-мынау ұтып жатыр, чай алып жатырмын ара-арада. Короче, соған білмеймін, өзімен өз аккаунт 15 күнге банға кетіп қалды. Короче, солай. Видео ұнап жатса, арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Ұнап жатса деген енді менің настроением жоқ. ВК-ға жаздым, адамдарға жаздым, аккаунт разбанс деп бере аласыңдар ма? Анау-мынау, мен өзім форумды онша жақсы түсіне бермеймін. Сол үшін ВК-дағы адамдарға жазып отырмын. Аккаунт разбанс деп беріңдер, или болмаса танитын адамдарға анау-мынау дегендей өзі жазып шықтым. Енді білмеймін, аккаунт істеп бере ма, істей алмай ма. Bloody өзіне айтқан жоқпын, әлі алмастықын яғни. Өзіне айтқан жоқпын, өзіне де айтып көрем деген ой туындап отыр. Короче, солай. Яғызы аккаунт разан болса түсіретін боламын. Яғни мен одан алдын ойнағаныма 2 аптадан асып кеттім, 3 аптаға жақын қалды уже ойнап жүргеніме. Видео түсірген жоқпын. Ойынға слишком көп мән беріп кеттім да, кіріп кеттім да ойынға. Казиноға көп кеттім, анау-мынау дегенде уже не болып қалды. Так, мүмкін іште автобайлықтарын көріп өтсеңіздер. Әрине Bloody'дің семьясы закрытый болып қалды. Оны заявка тастап, солай кіре аласыздар мінекей. Союз, анау-мынау деген нелер, муслим империяда даже бізге союз болып кетті. Дымит етіп жүрген адам едік бір-бірімізге. Олар бір атака істейді, біздің олар атака істейді. Школный агролар десек болады уже. Оларды жаманда уже. Тыныш былай, кайф өмір самайсың да, өзіңмен өзің. Не дейдім ол, брата дейма не ал дейді. Короче, солай жүрамайды. Мінекей мен скрин көрсетем, банк кеткен, мінекей. Нұреке аман 15 күнге банға кетті деп тұр. Не үшін банға кеткен түсінбедім, мінекей. Чай пыжы деп тұрған едім,
сер бірдеңке деген сөйтіп злобул наказба сондай деп мені банға тығып жіберді. Скрин дәл осы, басқа скрин де жоқ менде. Как ойынға кетсем уже заблокирован аккаунт деп өздеріңіз түсініп тұрғандарыңыздай, біліп тұрғандарыңыздай дәл солай болып тұр. Не істеуімді білмеймін, короче. Алса ВК-ма жазып кетсеңіздер болады, достар. Барлығыңызды күтемін, оқимын. Видео соңына да таяу келіп қалды уже. Видео ұнаса арнаған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер, мен ВК-да сіздерді күтемін. Алса аккаунт разбан болса, қайта видео түсіреден бастаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Амандықта жүздескенше.